Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін 8-ші сабақ. Ел бірге үйренейік. 8-ші сабақта бүгін адам миындағы жиынтық деген термин туралы айтатын боламыз. Яғни ол не, оны күнделікті өмірде қалай қолданамыз, сол туралы айтатын боламыз. Кеттік. Сонымен біз күнделікті өмірде түрлі жағдайға кезігеміз, түрлі деталдарға мән береміз. Ол мысалы үй жинау болуы мүмкін. Сол үй жинаудың ішінде мысалы сыпыртқаны бір жерге алып қою деген сияқты түрлі ұсақ түйектерге мән береміз. Бірақ осындай ұсақ түйектерді есте сақтау барлығы почти мүмкін емес. Сондықтан оның бәрін бір көп қайталау арқылы бізде сондай бір термин ойдың жиынтығы пайда болады. Яғни мысалы біз үйді жинау дегенде түсінеміз, оның ішіне бәрі кіретін. Дәл сол сияқты біздің миымызда осындай процестер басқа да жағдайларда қалыптасады. Оны түсіну, ойдың жиынтығын қалыптастыру біз үшін өте маңызды. Әсіресе бір нәрсені жоспарлағанда көмектеседі. Мысалға, адам күнделікті өмірде 4 нәрсені ойлайды. Алдыңғы сабақта ескерткендей, мысалға сіз 4 нәрсе ойлайсыз. Біреудің үйіне бару, бір нәрсені беру, одан бір нәрсені алу және үйге қайту деген сияқты сізде 4 қадам тұруы мүмкін ойыңызда. Бірақ осы 4 қадамның әрқайсысында ол бір нәрсемен байланысқан болуы мүмкін. Оның артында өзінің маңызы, өзінің деталдары. Алдағы сабақтарда осы ойдың жиынтығын қалай құрастыруға болады, соны үйренеміз. Мысалға, кішкентай бала өзінің ата-анасынан кішкентай кезінен оның балам немесе оның анасының күлкісін, яғни мама деген сөзді оның мамасының күлкісімен, барлық немен байланыстыру арқылы ода бір сондай жиынтық пайда болды. Оның миында осындай нейрондар қалыптасты. Сол сияқты біз өскен уақытта да күнделікті өмірде осындай жиынтықтарды қалыптастыра отырамыз. Оны түсіну, оны құрастыру біз үшін маңызды. Мысалы, адам киінгенде барлығын жеке-жеке айтып отырмайды. Бір тойға кетіп жатсаң, мысалға, сіздің ойыңызда бүкіл киім әдемі болып кетіп жатқаныңыз елестейді. Рахмет, сау болыңыздар.